бар ма әке жетер адам, бас иіп қасиетіңе өтер адам. Сен әке аман жүрші көз алдымда, мен сонда еңсемді тік көтер алам. Өзіңдей қамқор жанға азамат ағалар, сол ағаларымыздың мәзір болған, қабылдаудың қазығы болған, дастарханға барсам 90 түрлі мәзір болған ерекше жеңгелер бүгін мереке бір істің саласындай болып, бір кісінің баласындай болып, шаңыраға атала, дастархана батала, ойындалар, орындалар, санарман, рухы биік, ар намыстан жаралған Әбіласан ағам текті бабалардың ұрпағы ата тегі Қожа Қорасан елінен тараған деп бір шағала болса. Бүгін 20 жасында жиын басқарып, 30-да орда болсын, 40-та қамал алсын, елде елуге келіп, елдің қамын ойлап, 60-ға шығып, тілеулестермен бір дастархан басында, бір шаңырақтың астында, мынау керемет дейді бөле тойын тойлап жатқан жайы бар. Құтты болсын көбі. Ғұмырлы болыңыз, тұғырлы болыңыз. Мен айтарым, Әбіласан көңілден қыспайтын, көп алдында өзін еркін ұстайтын. Мен бұл кісіні ата деуге қимаймын. Жақсылап бір қараңыздар. Әлі үйленбеген жігітке ұқсайды. Қайтамақ тұр. Шолпан апам екеуі байғаласы ғұмырлы болсын. Бағыңыз басыңызда Шолпан апам 100-ге шеқасыздар. Аллахым беріп алсын. Қасына қайнымызға көріңіз айналар. Қайнымыз жасы көріңіз ұзақ болсын. Ені сау болсын. Тағдыға болса тағатып шыш жасасын. Келімізбен бірге қартайсын. Біреуін әкеле сау. Кең дастарханда ойнап бала шағасы қарында бірді шүбірлі болып, елді не беріп, жыл беретін сүйіп, шүбірімізді жүре берсін алдымыз. Осыларға сөйлеспіз, жасқа не айтаймыз әлі? Ақ жол болсын, қандай жолдарымыз дені сау болып, халықтың ортасында жүре берсін. Базаргүл әже. Бүгінгі тойдың себебі кішкентай ғана шақаларымыздың дүниеге келген екен. Алғыстан тойып қойды шақалар. Ей бар бербедейін. Ойына кіргізейші. Енді сау болсын. Адам ержіне сүйеді ма? Алла Иншалла. барлық жақсылықты тілеймін дүниедегі. Мына қыздарымның, немерелерімнің, шөберелерімнің, шөпшектерінің қызықтарына Шолпан екеуі тоймай қызықтап жүре беріңдер. Деп көргендерің жақсылық болсын. Астанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын. Барлықтарыңызға да денсаулық тілеймін. Ал отбасыларыңызға амандық тілеймін. Тек қана осындай тойда жақсылықта басыңыз қосыла берсін. Тілектеріңіз қабыл болсын, мұраттарыңыз асылды. Өмірлеріңіз өрлеп, өздеріңіз төлеп жүре беріңіздер. Кейін бақсындар көрсетейін. Кейін кесейін. Шолпан қайым, мен. Маған қойын бермедің. Ал сесен батқаныстан жатыр. Жәмилә, шабала құртылайын. Енді шал болды. Иә. Болсын. Мынау рөлімізде жүретін аққуларын қадақталмасын. Әмін.
үшін балаң, нағашыңды сыйла, ақ сүті үшін анаңның дейді қазақ. Мен енді осындағы айналайын нағашы ат оның бағасы деп, осындағы арнайы келіп отқан, бізге жүрегімен күйіп отқан, қанша уақытта қуаныш апа көзімізден бір шапалақ тұрып, ағашының ақтығын қабыл алса, жиын береді. Иә. Нағашы болып мынау қанша мақтасың нағашы? Шолпан апа, бері қарап отырайық. Құрметті тойшыл қауым, мынау бүгін біздің әбекең деймін мен, бауырым ғой. 37 жыл болды ғой, осы елдің ортасында жүремін. Сол енді өткенде өзім айтып едім, қуанымға келіп, бір ұлттау төріне шығарады. Келмеді, сосын өзім келдім жетіп. Арайда бұдырық деймін. Енді айтайын, біріншіден денсаулық болсын, Алла өнер беріп, балалардың тек қана қызығын көруге жазсын. Әрбір қызық тұзағынан сүйіндірсін. Шолпан екеуің бір жастықта кәртайындар. 100 жасаңдар, 100-ден асыңдар. Туған туыстарың осындай көп болып, ортасында шалқыртасып жүре беріңіздер. Ақсақалдар ата-анамыз. Біз келген сайын бірге боламыз. Алла сіздердің жолдарыңызды берсін бауырларыма. Ләжеп жаттар, сіздерге де осындай жақсылық тілеймін. Барлықтарыңыз әбекең үшін келіп жатсыздар ғой. Бір әбекеңдер Арадан, Қапшағайдан, Жезқазғаннан, Жетісайдан, Қаяннан, Базардың маңайынан. Барлықтарыңыз көздегенде қуғазды қалайды. Денсаулық болса әрине, бізден дұрыс. Өзі біз 7 қызбыз. Алды бағамыз, мен кетіп қалып, 5 баға бар, дайрастық. Сол енді, мұра бір шыңыз арта берсін. Алла тағала шөбереге жеткізсін. Дайраласа, неберелер көбейе берсін. Ортасында сақалдақта болып, тамырын жасын берсін деп. Осындай молшылықта, қасымыз аман, деніміз сау, бауырымыз бүтін болсын. 35-ке келген мерейтойы ғой. Міне. Тоққан адам. Көбірегі ояу. Иә, енді. Айтсам ондай ойт дегенде. Жақсы адамдар қартаймайды. Мейіріммен өзінің бір жылулығымен қартаймайды. Сол әдемі болып, сол жылулығымен жүре береді. Осындай ініңіз бар, сізде бақыттысыз. Осындай кісілермен құда болғаныңызда бізде Аллаға мың шүкір деп айтамыз. Осы Әбіласан мен Шолпанның берген тәрбиесімен одан жаңағы ол бетке құдағи ма? Ұлтуар құдағи ма? Ұлтуар құдағи ма? Иә, ең құдағи. Енді ең бірінші сол ұлтуар құдағидің тәрбиесі ғой бізге келген біздің келінімізді. Үлкен келінмен келінімізде. Алдырсының үлкені бізде. Неге? Неге деп қойды? Не ғана бар да қойсаңшы? Не деген ана? Басқа zonda емес, менің қызым. Сізге дұрыс апасының сармат салтанат. Да қойды. Апасының Динара. Сізге келмеді ғой, не осы айтамын. Сіздерге құда болғанымызға Аллаға мың шүкірлігімізді айтамыз. Өстіп дастарханда болып жатырғанымызға Алла бұйырса бір 15 жыл Алла бұйырса болып қалады енді бізде. 15 жылдың ішінде ешқандай да ың шығып, болмаса бір жаман сөз айтып біздіңке болған емес. Аллаға мың шүкір, айта берейік, мың шүкір, неше рет айтсақ та болады. Осындай жақсы тәрбиелі мен берген бірінші ұлтуар ағаға рахметімді айтамын, одан кейін сіздерге рахметімді айтамын. Біз енді қанша келін дегенмен қызыңнан артық болып кетеді. Жақсы келін қыздан артық болады. Келінді мен қызымдай көремін деп айтып, қыз болмайды келін. Келін жөнмен, бірақ өзінің рәсімін сақтап, орнын сақтап жүрсе, келіннен артық ешкім жоқ. Ол қызың жөннен әрқайсысы толып кетеді. Ол қасыңда болатын келін. Қазір қанша келінге азғантай болса да бір өкпелетіп алсаң, ертең келіннің жүрегі деп атып кетеді, ол сенің тіпті ақысын алады ол. Сондықтан
келініңді алақанына салып әлемдеп қызыңнан артық көріп отырсаң меніңше ол келіннен артық жоқ шығар деп ойлаймын. Осындай келінді бізге тәрбиелеп бізге бергендеріне Аллаға мың шүкір. Балама да рахмет айтып қоямын. Ей, балаңа шарт берген кім? Шармын мақтайсың ғой? Сіз емес, біз айтуымыз керек ғой, рахмет айтамыз, айтамыз, әлі көреміз. Бала негізі өзінің анасына ұқсатып іздейді екен. Егер анасы дұрыс болса. Меніңше тіл табысатын қыз деген ғой, мен шешеммен тіл табысады деп. Шүкір, Аллаға шүкір. Осылармен өсіп өнейік. Осылармен жаңағы көбейік. Алла бұйыртса, қазір немере сүйіп жатса, қыздар шөбере сүйіп. Солармен көбейіп сіздердің орталарыңызда, той томалақтарыңызда өстіп күліп ойнап жүре берейік. Міне отыр ғой, ең кішкентай қыздар болып, міне бұйыртты осы кісілер. Бұлар айтқан мен, қайда төменде отырасыздар сендер, әрине қасымда отырсыздар. Қолға су құйып жүрсіздер деген. Сен жоқ, қазір бізде сөйлей аламыз. Алып қойды ғой. Иә, әзіл десек әзіліміз жарасқан. Сыйлассақ, жаңағы әйтеуір сыйласып жатырмыз. Шүкір Аллаға дейміз. Сіздермен дастархандас болып жатқанымызға неше жыл болды. Осындай кісілермен, осындай қыздармен құдаша болып біздерге. Мына құда-құдағи болып, мына кісі өзіміздің әпшеміз сияқты міне. Аллаға мың шүкір туысқандай болып кеттік дейді ғой құдалар. Міне туысқандай болып кеткен деген осы шығар деп ойлаймын. Өзің сыйласа білсең, өзіңде адамгершілік болса, құда-құдағидың жаманы жоқ. Соның тілін тапсаң, құда-құдағи деген туысқаннан артық болып кетеді. Туысқан жөнінде ғой. Себебі бір балдарды бағып отырмыз, немереміз бір. Біздер Аллаға шүкір деп айта берейік. Енді өзіңізге тілейтін болсақ, 100 жасаңыз, қосағыңызбен қосағарыңыз. Алла бұйыртса қол ұстасып, жаңағыдай сіздер бір не деді бір кісі, бірдеңе деді ғой. Сондай бұл не деді? Бақытты бола беріңіздер. Той іште қалып кететін болған. Несі бар жаңағы бір-біріне сыйласудың өзі бақытты өмір. Бақытты өмірдің өзі, өмір сүрудің өзі бір ғажап нәрсе ғой. Артына қараған кезде ешқандай өтпе болмаса, бала шағаңның қызығын көріп, солардың рәтін көріп отырсаң, соның өзі бақытты өмір деп ойлаймын. Дастархандарыңызға тойға келейік, 1000 жасаңыз, Шолпан екеуіңіз жастықта қартая беріңіздер. Мен әйтеуір Алла біледі ғой, Алланың қанша жас бергенін. Алланың бұйырған жасын бір ұзақ жас беріп, ұзақ жасап бірге қартая беріңіздер. Мына мәпелеп өсіріп отырған мына қыздардың, осылардың қызығын көріп, қуаныштарын көре беріңіздер. Немере бағып, шөбере бағып, Алла бұйыртса. Сіз бәріміз қанша өстіп. Жүре берейік, мына кісілер жолын берсін деп ойлаймын. Осы кез жақындар келіп. Тойда жоғаймын. Емес құдайға Видеоға түсіп дәлелдесін. Алла тағала айтқан екен ғой, 3 қызды туып, оны өсіріп, өндіріп, ояға жеткізіп, дегенде жеткізсең, баратын жерің пейіш деп. Құда қаласа баратын жерлеріңіз пейіш басын. Әмин. Осырғы тауып қыздарыңыз қызын көріңіздер, жөнінде сүйіп отсырып. Алла біздің де жолымызды берсін, шөбере сүйдік. Әрбір қазақтың енді той болсын, жүздеріне қуаныш кетпесін, денсаулықтары мықты болсын. Анау Орсыбай деген жігітті танисың ғой? Өмір қап-қара күйіп жүреді де, бір күні қарасам жадырап кетіп барады былтыр. Орсыбай, настроение зорласам, қожеке дейді, 60-ға толдым дейді. Онда айналған құтты болсын. Бірақ бәрібір сен артында 60 деп атамайым, 2-30 байсың сен дейді да, 2-30 деп атайым. Сол айтқанда құда қаласа, жасың 60-ға келсе, 2-60 деп жүреміз ақ қалса. Жақсылық болсын, денсаулық тілеймін. Құда қаласа, құда келген қатар жүріп қартая беріңдер. Ақжалықты ата болып құда қаласа. Сіз біздің жолынан дастархан бұтанда келіп заманның тыныш болып мынау коронавирус деген бәле сол атауымен ары қарай құрып құда қаласа баяғыдағыдай боз торғай балалап жақсы заман болады.
Классасының күйеуі. Одан ба? Екінші үйді айтсаң кетіп қаламын. Толық айтуым керек қой. Кластасың күйеуін, кластасын екеуің отқанда айтасың. Кластасы ма? Кластасы жоқ, құдағи кластасы ғой. Білмейді екен. Құдағи кластасы. Құдағи кластасы сөйлейді ғой? Иә. Ал, не қылдымысың? Кластас. Бұлар енді сәл теріс тарап тұр, біз сөйтіп. Егіліп жан сау болсын деймін. Жаңа өсіріп атқан балапандары құлақласа қызығын көріп. Мына жайған дастархандарыңыз столаннан болсын, еш уақытта жүздерінен күлкіге түспесін. Екеуің әдемі болып, шал кемпір болып қартайып жүре беріңіздер дейміз. Құда қаласа біздің де жаңа Ақмарал келініміз жаман емес. Бізге айналайын алақанымызда ұстаймыз ол келінді. Ең главный дендері сау болсын, бала-шағалар аман болсын, ол жақтағы қайындарым мен келіндерім аман болсын. Әр уақытта тойда кездесейік, сол үшін қуаныштамыз. Ал енді құдағи Динара Айдос, Динара мен Айдостың артынан ерген сіңілілері сіздердің барлықтарыңыздың алтын ұяларыңыздағы үлкен бұл той. Әкенің тойы деген ең керемет той ғой негізі. Ал енді мына құдағи мына Қарабура әулиенің мекенінен келіп жатқан, мына Қарабура әулиенің мекені Созақ ауылынан келіп жатқан сәлемдемем. Ал енді сіздерге мына Қарабура әулиенің әруағы сіздерді жебеп жүре берсін. Дендеріңізді сау болып, осы алтын ұяларыңызда, осы бала-шағаларыңызбен рахаттарыңызға өмір сүріңіздер. Ал енді бұл сөзді мен не үшін айтып отырмын дейсіздер ғой. Бұның өзінің себебі бар. Бұл кісілер қажылыққа барған кезде, менің туған күнім болып жатқан еді. Соның себебімен Динара келінім, менің алтын келінім, біліп қалғанда менің туған күнім екенін. Сөйткенде бұл кісілер Динара құдаға звондаған. Хабарласқанда ойдағында, әлен жерде менің әпкем бар, сол кісінің туған күні деген. Содан осы кісі мен ойда жоқ жерден WhatsApp-пен звондап маған. Құдашаным мен, көп құдашаның бірімін ғой былайша келгенде. Ал енді сол кезде туған күнімізбен деп маған көп тілек айтты. Ал мен енді қалай төбем көкке жетпейді. Еще тағы да маған жаңағы қажылықтан кеп тұрған тілек бұл. Ал енді мен қалай қажылықтан Меккеден кеп тұрған тілек. Ал қалай мен қуанбасқа? Тойға бара жатырмыз дегенде мен барамын деп. Ал мен енді қазір көп болса 25-ке 25-ті қостым өзіме. Қандай көп, енді көп жаса деген тілек, енді бұдан артық не керек маған енді? Ал бұлайша келгенде енді мен қазір Қарабура кісінің әулиенің жебеп жүре берсін деген сөзім осыдан шықты. Басқа не дейміз енді? Дендеріңіз сау бола берсін, тойдан тойға жете беріңіздер, жақсылық көп бола берсін сіздерде. Енді құдағи десек те демесек те адамның бір-біріне деген сыйы, тілеушілігі, ниеті бір болатын болса, Алла тағала өзі әкеліп барлық нәрсені қиыластыра береді. Енді бұл кісілермен біздің ниетіміз, пейіліміз бір болған шығар. Міне мен кеше келдім, бұл кісінің туған күні болып жатыр. Мен ойлаған жоқпын бұл кісінің. Осы бүгін келіп, ертең туған күні болады деп ойлаған жоқпын да. Өзі Алла тағала әкеп қиыластырып тұр. Ниетіміз бір екен, пейіліміз бір екен. Рахмет Құдеке. Жаңа қошеметтеп шақырып жатырсыздар, сыйлап жатырсыздар. Рахмет, үлкен дастархандарыңызға рахмет. Дастархандарыңыз бұдан үлкен жайыла берсін. Құдай қаласа үйлеріңізде той көп бола берсін. Дендеріңіз сау болсын. Екеуіңіз 100 жасасаңыздар, Құдай қаласа екеуің қосқанда 200 болады. Атаның разы болмаса, онда бәрі бекер екен. Жолың да жабық, оқыған намазың да бәрі бекер.
жалпы ата-ананың тілеген тілегі қабыл болады. Бір әңгіме мысал келтіре кетейін. Мына Өзбекстанда, Ташкентте Фазыл деген қари бар, әлі де бар. Сол кісі жазады былай деп. Менің дейді, әкем дейді, 80-нен асты, алжыды дейді. Не айтып, не қойғанын білмейді дейді. Алжыған адам сондай ғой, қазақта сөз бар. Ата-анаң жынды болса, байлап бақ дейді. Болды ата-ана. Сонда әкем күнде жаңағы мінез шатақ, алжып, не айтып, не қойған білмейді. Күнде таңертең жұмысқа барам, кешке келем, балам дейді, мені өзімнің үйіме апарып тасташы деп айтады екен. Өзінің үйінде отыр. Әкемнің айтқаны міндет, парыз болды. Машинаға отырғызам да, микрорайонда ол жақта махалла дейді. Махалланы айналып, жаңағы өзіміздің үйге келем дейді. Әкем күнде батасын береді дейді. Ай балам өргенің өссін, бала шағаңның қызығын көр, рахатын көр деп, күнде батасын береді екен. Сөйтіп бір күні бір себептермен машинамды сатып, жаяу қалдым дейді. Жаяу қалдым. Содан кешке келсем, әкем тағы да балам өзің үйіме апарып тасташы деп айтады. Енді машина жоқ, не істерін білмей, далаға шықсам, есіктің алдында кашка дейді ма, арба. Сол бар екен, көрпешені жұмсақ қып салдым да, әкемді отырғызып, енді қартайғаннан кейін бала сияқты болып қалады ғой. Сол өзінің ауласында, дворында машинаның дауысын салып, шаршағанша жүрдім дейді. Ыңылдап, деп бір уақытта тоқтадым, мына әке үйіңізге келдік деп айтты. Сонда ай балам, өркенің өссін, менің айтқанымды екетпей, орындап жүрсін, бала шағаңның қызығын көр, Алла разы болсын, енді қолың жайшы, бір жақсылап бата берейін депті. Алла Тағала сенің абыройыңды арттырып, осы бүтін дүниенің патшаларын бастап жүретін саған абырой берсін депті. Бетін сипап, аумин депті. Ана бала тоқтап ойлан, мен жай жұмысшымын, ол бүтін дүниенің патшасы қалай депті. Мен қалай бастап жүрем? Бірақ бетін сипаған, әкесі дүниеден өтіп кетті. 2002-2003 жылдары Самарқандта кезене ашылыпты. Ол кезде президент Ислам Карим. Сол жаңағы барлық дүниенің патшалары келеді сол жерге. Шешенстан бар, Түркия жан-жақтан, Ресей бар, Саудовская бар. Содан жаңағы Ислам Карим аяқ астынан жаңағы кісіні Фазылды алдырдыңдар дейді, Фазыл қариды. Президенттің жарлығы бұйрық, жетіп бардым дейді. Барсам барлық патшалар қатарда тұр дейді, сапта тұр дейді. Кесенемен екі ортаға қызыл дәрешті төселген, алдында Ислам Карим тұр дейді. Балам дейді, шақырып алыпты, сен жасың кіші болғанмен жолың үлкен, дін жолындағы адамсың. Біздің алдымызға түсті, бастар жүр депті. Қасыма екі адамды қосып берді дейді. Кесенеге жеткенше жете алмай, ішінен жылап бардым дейді, тоқтай алмай. Сондағысы әкемнің кезіндегі берген батасы есіме түсті дейді. Яғни, жынды болса да, есі ауысса да батасы қабыл болған екен. Сонда қасындағылар түрткен ғой, тақсыр неге жылап барасыз деп, алжыған әкемнің батасы қабыл болған. Сондықтан айтарым балалар, қыздар, бұл ата-ананың батасы тілегі әрқашан қабыл болады. Балам жолың болсын десе болды, бір ауыз сөз жетеді. Ата-анаға үлкенге не керек? Көңіл керек, имани керек. Әке, немесе ана, Алла разы болсын сізге, дүниеге әкелгеніме деп, кішкене үлкенге көңіл керек. Сондықтан бүгінгі ниеттеріңе рахмет, Алла разы болсын. Құда қаласа, ата-анаға не істесең алдыңа сол келеді дейді. Барлығы сіздердің осы тәрбиелеріңіздің арқасында. Құдайға шүкір, бізде ең кіші қызын алып отырмыз. Қыздардың бәрі жаман емес. Өзіміз Динараны жақсы танимыз, қолымызда өсті, қолымызда тұрды. Ақмарал қызымыз бар осында. Біздің келініміз бар, барлық қыздар керемет тәрбиелі, инабатты. Құда қалса осы бала шағаның немере шөберен қызығын, рахатын бірге көріп жүре берейік. Немерен тойы бар, шөберен тойы бар. Соған жеткізсін Алла Тағала. Аман есен болайық. Ал аман болыңыздар. Бір үлкен той болып жатыр. Алшасы. Біз тойдан кейін бас қосып отырғанымыз бар. Тойда бас қосып отырғанымыз. Үлкен тілегіміз шығар. Тек қана тойда бас той болсын. Балаларымыз аман болсын. Есетші ең кішкентай келінімізді, бізді айта аламыз деп айтайын. Негізгі ата-ананың
болашақта жекжаттан жұмысымыздағы соны өсіргеніміз үшін, өндіргеніміз үшін, осындай қызды тәрбиелеп бергеніміз үшін сіздерге Алла разы болсын деген сөздің өзі бұл үлкен бақыт. Біз үшін, өзіміз үшін, мысалы менің өзім үшін де арман. Біз де біреуге қызымызды береміз. Міне сол бақытты сіздерге сыйламақпыз. Сіздер осындай көрімдей қызды әдемі қылып өсіріп, сыйлап, сіздерге Алла разы болсын. Маған тек көрге шығыңыздар. Жақсылық тек Алладан қайда сіздерге. Біреулерге қиын оңай емес. Балаңызға берген негізі қыздікі. Сіздерге өмір жастарыңыз ұзақ берсін. Осы балалардан, ортақ балаларымыздан немере көрейік, шөбере керейік. Кешелі өзімізді айтып жатырмыз, қалып кеткенім болмас. Жаңағы Алла осындай алғыс жасқа дейін қыз өсіреміз берген өсірміз қандай болады. Сіздерге Алла разы болсын. Осы балалардың қызығын көрсін деп айтамыз ғой. Қызығынан тоймаңыздар, бірақ рахатын көріңіз. Көргендеріңіз тек жақсы болсын. Үйлеріңіздер көңіл емес. Біз тек қана тойға келейік, көргендеріңізге. Бірінші менің бауырымның туған күні болса, екінші бүгін мұсылман халқының бір жаңа жылы. Бұдеке, Мұқарам айының бірінші күні. Мысалы, дәм тұз тартам десе, тартады екен, кеше ғана ауырып жатқан адам естімін. Температура 40-қа көтеріп, кеше ансамда соңғы уколымды салдырдым. Біресе барам дедім, біресе бармайым дедім. Бірақ бауырдың қаны деген ыстық екен. Жазылдым да, мұна келдім, кегеше бірақ ауырған жоқпын, Құдай сақтасын. Енді мынандай үлкен дастырған болсын, кіші дастырған болсын. Мен бірінші мына төрде отырған жеңшеме, көкеме мыңда бір рахмет айтамын. Көкеме жеңшемді көргеніме мен 60 жылдан асып кетті деп ойлаймын, деттай бала едім. Мына әлі жеңшеме көкеме жеңшем жасай берсін, әрдайым ортамызда бір болып отыра берсін. Осы көкеміздің арқасына әйтеуір мынау бәріміздің басымызды қосып отырмыз, мына бауырымыз. Енді бұл жерде анау бауыр, мынау бауыр деп енді қартайғанда біз бауырды бөлмейміз. Біз бәріміз бауырмыз. Бұл жерде ешкім бөтен адам жоқ. Мен мысалы қуанам, екі бауырым, үш бауырым. Барлық бауырларым, осылардың бәрінің қыздар маған сіңі. Ең үлкен мен боламын. Ең үлкен. Мен не айтамын, інілерім айтам, бауырларым айтам. Біріншіден бауырыма денсаулық тілеймін. Әрдайым естіп, елдің еркесі болып жүре берсін. Мынау ер кісінің жасы әйеліне байланысты дейді. Әйелі қандай болса дейді, ер кісі сондан жасарады дейді. Ер кісі қандай болып әйелін сыйласа, әйел сондай жасарады. Сол былай қараса екеуі бір-бірін сыйласыздар бірдей сияқты. Енді екеуіне де рахмет айтамын. Мынандай елдің басын қосып, әйтеуір бұда елдің басын қосқан бұда барлығымызға бір мейрам болып есептелмеден бұлар. Әпсе мен соны Жамбылда Астанада маяқтан әшейінде келе алмаймыз ғой, бас қосылмайды. Мына рахмет айтамын әйтеуір. Мына бауырларыма рахмет айтамын, барлығын айтамын. Мен анауынкі демеймін, мынауынкі демеймін, өшелер балалардың бәрінің бала шағасы менің бауырларым. Аллаға шүкір. Енді мынау біріне келесің, біреусіне келмейсің әйтеуір, бірақ деніңіз сау болсын естіп. Әрдайым денсаулықтың арқасында, осындай үлкен дастарханның арқасында мына құдаларымыз бар, өзіміз бар естіп, бас қосып жақсылықта отыра берейік. Барлықтарыңыздың үйлеріңізге осындай жақсылық тілеймін. Әрдайым
Шолпанмен Абылайсан екеуін қарасаң, әрдайым күліп жүреді. Еш уақытта өздері жаңағы айтпақшы, қанша жыл болды дейді ұрысқан, кіріскен, мен өз басында көрген жоқпын. Мысалы, Шолпан әніңіз бұлай деп айтқан естіген жоқпын шын мәнінде. Енді Арқандарын көрсетейін ба? Енді түстен кейін көрсетпей қояды. Өзі сызбаған. Иә, өзі сызбаған. Барлықтарыңыздың бала-шағаларыңыз, барлықтарыңыздың немерелеріңіз, шөберелеріңіз бәрі бақытты болсын. Әрдайым осындай қуанышқа басымызды қоса берейік. Ешкім ауырмасын. Ауырған адам бір-екі күннен сияқты көрсетсін. Ал, Абылайсан, переводпен кетеді ақша енді. Жоқ, өзім бүгін түнгі сағат 12-де ма қай уақытта звондадым? 27-сінен бастап күттім де каспиді ашып. Құдай айтқандай, 12-ден бастап. 27-ден бастап керекке Динара бізге кеме депті. Ана үлкен балдар неге Турцияға кетіп барады, кеме депті. Үлкен қыздың үйінде олар жаңағы қалжың ғой. не қояды, қазір мейман үйінде толармақы достар келіп жатыр, мен алдын ала деген болмай қалды. Сәті келсе біз тағы мейман болып келемін. Allah korusun. Жақсылық болсын енді жандарыма шейін. Бұл жерде енді екі үйден қыздар, үш үйіңіздер бәрсіңдер. Барлықтарын бірлейсіңдер. Сендерді ешқайсыларын бөліп жармаймын. Жандарыма шейін. Барлықтарын бірлейсіңдер. Ал енді жақсылықта бастарыңыз қоса берсең, күйеу балдар сендер жаман атқан жоқпын, сендер алтынсыңдар. Сендердің алтындардың арқасында Мен барлық жақсылықты тілеймін. Екі дүние бақытын Алла тағала нәсіп етсін. Жақсылықтың ертегі жоқ дейді ғой жаңағы. Ол да нәсіп етіп қалар. Бірақ мынаның өзі жақсы екен ғой, бір барып келгеннің өзі. Айман atan çakısay bak bir
перзент үшін өткенді боласың, ата-ананың қадірін бала болғанда боласың деп жатады. Мен ол сөздің өзін ең түсініп жүрмін. Төрт перзенттің әкесі болып, екі қызымды ұзаттым. Біреуін мектепке, біреуін детсадқа. Азат аузатып ешкім бола емес деп қолға салып беремін. Ал қабыл алыңыздар. Апама сұраудан ән қалай болды десем деймінше болмады дедіңіз алға. Апам билейін деп біз енді осы өзіміз айтып берейін деп жатыр. Рұқсат етсеңіздер, мына қарап отқаннан осы құда-құдағи құдаша болып билеп отқанға не жетсін. Жанды дауыстап өзіміздің баян домбыраменен баяғы кезеңдегідей жақсылап бір ән салып берейік. Көңілді күймен шама келіп жатса ортаны бимен толтырып отырмыз. Ал кет. Жақсы тілектер айтып Егер сізге рахмет, туайыңызды ақылып шығарыпсыз. Жақсы тілеп айтты өлеңді оқып. Сол көттерге қосыламыз. Құда қаласа мен анамның есін берсін, жасы жолын берсін. Осы көпшілік көзбөріңіздер қосылсын. Жақсылық болсын, аманшылық болсын. Сан қол күткен қазақпыз. Аспандағы құста жердегі жәнекке барлығы перзентшілеріміз сүреді. Енді перзенттеріңіз, яғни қылықты қыздарыңыз, қылғаныңыз алдағындай аңнаға бір сый-сияпаты бар еді. Өздерінің шығарған бөлек жұмағы бар еді. Соны біз сүйемелдеп, тілгелесіп, шапалақты шуақтармен осы ұстаптардың бақпаумен алдарыңызға алдырсақ, соны қарсы алсаңыздар, бейін таспаларымен көргендігі бар екен. Көрдіңіздер ма? Ойда көріп жүреді ау дейді. Осыдан бейін таспаларды қосып, дайындалып отырыңыздар, біз әнді бастайтын боламыз. Келістік па? Басқа ойда
тамаша бұл өмірде әке деген суыққа шалдырмай мәпелеген өмірдің соқпағымен өрге тартып алдымен адам бол деп жетелеген тағдырдың кеуде тосып жатсына біз үшін түскен майдан ортасына алаңсыз сауық сайран шалқып жүрміз біз бүгін әкелердің ортасында әкешім жүреміз біз бір өзіңді арқаланып жетеді жақсы ісің жақсы тамшанарлық жүзге жетіп жүзің жарқын денің сау бол оны да аман есен қарсы алалық әрқайсысы маңдайын сүйіп шығаршы жолдар ашық болсын дұшпандары ғашық болсын қыз әкеге құндыз шешеге жұлдыз жесеге балдыз өмірге жолдасына жалғыз деген кім шығарды өлең ақмарал мен шығардым деп айтты енді жақсы оқыдың мен шығардым құтты болсын енді енді рұқсат етсеңіздер енді тойдың басынан айтып отырмыз давай сізге батамыз олай қойшы Қыз тілеулес, қызды сыйлаған қазақпыз, қызды төрден жай көретін қазақпыз. Қызды жат жұрттық дегенменен қыздың тілегі қабыл болатын қазақпыз. Әулиелі оңтүстік, әмбиелі оңтүстік, ұлғыздарын өсірген тәрбиелі оңтүстік дейді. Енді қыз әкеге өте жақын болады, мен оны білемін. Шапалақ ұрыңыздар, біздің тілеулес қыздарымыз әкесіне, анасына деген ақ тілегін айтып өтсе. Söylemekse söyletme söz Келіңіздер. Сиеді отырмыз ғой. Ауырмаңыз, бағаланға жүз жасаңыз. Шаңырақта дастархан әрқашанда жақсылыққа жайылсын. Амайыңыз, қартайыңыздар, немере сүйіңіздер, шөбере сүйіңіздер, шөпшек сүйіңіздер. Амин. Жылда söyle. Біздің жездеміз болғанмен ағамыз да Жездең жақсы әкелді деген осы да. Туған күнімізге бізді қазір тағы да күліп қайталап ортамызда күліп ойнап жүре беріңіздер. Сіздер осылай сіздер осылай қызығымызға, қызықшылығымызға ортақтасып той болсын әрқашан тек қана. Сіздердің де жаңағы отбасыңызға тек бақыт тілеймін. Жылда келсін десей өз. Иә, жылда келсін. Оған керек жақсылық тілеймін. Біздің немерелердің шөбере шөпшектің қызығын барлықтарыңызға рахмет. Келген адамдардың ішінде барлығын өзіміз деген адамдарды шақырдық қой. Иә. Жылда жиналатын вообще ол біздің папаның әкесі сияқты кеткен ақысы. Семьяларына кіріп кеткен. Қуанышта теген отыр мұны жеңше бәрі. Үлкен рахмет. Барлықтарыңыз отбасыларыңызға денсаулық, зор байлық, ұзақ өмір. Алла тағала барлықтарыңызға екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Үлкен рахмет барлықтарыңызға.
Тамақ кетіп жатыр. Сол уақыт тілеймін барлықтарына. Аман есен жүзеге асқан ауылымыз біздің тірегіміз, қорғанышымыз, қамқорымыз. Папасының бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сүрінгенде үйші болған, құлағанда сеніш болған жан ол сіздер секілді ата-анадан туылғаныңызға өте қатты қуанамын. Аллаға мыңда шүкір етемін. Алыста болсақ та әрқашан сіздермен біргеміз, бірге боламыздар. Сол осы дүниенің екі жақсылығын тілеймін сіздерге. Қартайсақ та 80-ге келсек те 100-ге келсек те алдымыздан жүріңіздерші. Сіздерге рахмет, осындай келіп алыстан арқаланып келгеніне. Женше, Базар Кәпше, Қуаныш тәте, Салтанат, Гүлжахан, Резелер, құдағилар, Замира құдағи, барлықтарыңызға үлкен рахмет. Ата-енемізді сияпатын беріп, шапан беріп жүрген, Астанадан папан 60-ға толып үйге кигіздік. Ол кісілерді тілектес болып тілеулес болып жатыр. Сіздерге де рахмет, сыйлап келгендеріңізге, достарынан, Гүлнар әпше, өлеңін шығарып әйтеуір. Ең жақын доссыз ғой. Бемагогке кішкентайымыздан екінші әке.